Безнең максат Татарстанның суверенлыгы өчен көрәшкәндә дә ул Татарстанны оҗмах оясы итү түгел иде. Әлбәттә, ул мөмкин дә, анда хыял куела да алмый. Әмма гаделсезлеккә каршы онда максат бар иде безнең. Иң күп гаделсезлекне без нәрсәдән күрәбез? Татар халкы бер халыктан да ким түгел. Дөнья халыкларының берсеннән дә, Россия халыкларында, урыс халкыннан да без бер ни белән ким түгел. Әмма безнең мөмкинчелегебез милләт булып калу өчен. Милләт булып үсеш өчен. Үзебезне дөньяга күрсәтү өчен мөмкинчелекләр безнең юк иде. Менә шул мөмкинчелекләр булсын өчен без көрәштек. Экономикада безнең максат ул кемнедер байыту өчен түгел иде. Үзебезне байыту өчен дә ул түгел иде. Мустақил рәвештә үзебез иң кирәк әйберләр белән тәэмин итү. Шул җитә иде безгә. Менә үзебезне кеше итеп үстерү, халкыбызны халык итеп үстерү. Аның киләчәген тәэмин итү өчен кирәкле булган кадәр экономика булырга тиеш иде. Димәк, андый булсын өчен булган уңышларда гадел рәвештә кешегә, халыкка җиткерергә тиеш иде. Кемнеңдер кесәсенә түгел. Гомуми халык мәнфәгатенә. Безгә нәрсә кылмачлады шуңа ирешү өчен? СССРның төзелеше ул урысның матрешка дигән уенчыгына охшаган иде бит. Төрле халыкларның төрле хукукы. Иң зур хукук бер халыкта. Кайбер халыкларның әле автономия республикаларда төзә алмый, рөхсәт бирелми, автономный округ, автономный область. Кайберләрнең гомумән бернинди хукуклары юк. Мәсәлән, Кырым татарлары куылган, Идел буе немецлары, алар җирләренә дә кайта алмыйча гомумән хукуксыз. Без шуннан башладык үзебезнең максатны Татарстан өчен генә түгел, СССРны үзгәртү. Бөтен илебездә bütün халыкларның хукукын бер дип, тигез дип танау. Федератив мөнәсәбәтләрдә Татарстанның шундый федератив бәйсезлеген алга сөрүче кешеләр булырмы? Менә кадрларны сез күрәсезме бүген? Андый кадрларны бит 90-нчы елда да, 89-нчы елның ахырларында беркем әзерләмәде. Объектив мөмкинчелек, объектив ситуация, килеп торган ситуация үзе тудыра аны. Әгәр вазгыять шул якка килеп җитсә, андый кешеләр табылачак. Алар күренәчәк. Аларны тәрбияләргә кирәкме, укытырга кирәкме, әзерләргә кирәкме? Әзерләү ниндер аерым максат белән әзерләү мөмкин кирәк түгелдер, мөмкин дә түгелдер. Әгәр кеше менә чын тормышны аңлап үсә икән, тарихны, үткәнебезне, бүгенге безнең уңышларыбызны, ялгышларыбызны, безгә карата эшләнгән гаделсезлекләрне, менә чын барлыкны чын күзәтә икән, үзе өлгерә ул шуннан. Мәсәлән, күреп үсә икән, ни сәбәпле бездә бүген менә татар мәктәпләрен, татар мәгариф системасы бетерелә? Кем моңарга алып бара? Кайсы депутатларыбыз моңарга яклап тавыш бирә? Ничек безнекеләр моңар риза булып утыралар эндәшмичә генә? Менә шуларның барсын күзәтеп барган кеше шуннан килеп чыга бит инде. Бер кешегә генә, бер президент кына өмет баглыйбыз икән, бер нәрсә барып чыкмаячак. Әгәр халык үзе борчылып тормаса, хакимият борчылмый. Шундый закон бар. Һәр хакимият үзе өчен генә эшли. Халык өчен эшләсен өчен хакимият халыкны кабулларга тиеш. Халык аңардан аерыла икән, хакимият та шуны аннан соң да үзе өчен генә эшли башлый. Бу закон, табигый закон. Бүген кабул иткән законны иртәгә инде халык кызыксынырга тиеш җәмәгатьчелек. Кичә кабул иттегез, бүген эшли башладыгызмы дип. Көн саен. Бер кемнең дә тәкъдим үтмәде минекеннән башка. Беренче сессиядә. Минеке үтте, 3 мәртәбә чыгыш ясаганнан соң. Нинди идея үтте? Шушы көннән башлап Югары Советның 12-нче чакырылышының сессияларын радио, телевидение аша трансляция алып барырга. Халык белеп торсын, безне сайлаган халык безне үзе сайлады, эшләгәнебезне белеп торсын. Бик каршы иде партия кешеләр, ул чакта ят нәрсә иде ул. Минем беренче тәкъдимем шул булды. Һәм бердән-бер булып үтте беренче көнне. Һәм кешкә кирип калды. 5 ел буе трансляция барды.
Мында сіздің үшін генә менің салам түгелі мына бұл йорт. Мына менің йорт. Мұнсында өзім түсірген. Негізі жоқ енді. Біздің енді 23-ші жылда салынған йорт еді бик тиз кірді. Біздің мен өскенде әлі бүтін ауыл салам түгелі еді. Олар қазір бітті енді. Орны қалды. Структурасы қалды, инфраструктурасы мына. Моторлығы бітті. Туған негізде мен бір өзім өстім. Сен бірден қалайдың? Үшеу едік. Бик бәләкәй шақта екі сіңлім өліп кеттілер. Бірсі соғыш алдынан кенет ауырып кетіп, мен аны білмеймін нәрседен, бірсі соғыш шарында бик бәләкәй шақта. Мен бір өзім қалдым. Біз соғыш шарында өстік. 4-5 yaşım толғанда соғыш башланды. Әтей соғыштанның қайтмады. Нашар сақланған енді, әненің сандығында ятқан. Конверті сақламаған адресі жоқ. Мінәмінсін енді жазған. Соңғы хаты мінәмінсін. Әлі неше ауылда өстім. Бәлеке шақта. Әтейім оқытушы еді. Оқытушыларын ол шақта аталар еді тұтып. Біздің Ақтөбе ауылынан 3 оқытушыны атып өтірділер. Репрессиялар қып. 40 йортлық ауылының бәлекегіне 4 класслық башлангыч мектебінің 3 оқытушысы репрессияға ілігіп атылып өлді. Әти де шул елларда оқытушы болып кеткен кіші. Оқытушылар нешіктір шек алдында болғанлар, олардың әр оқу жылы сайын қоялар мектептен мектепке көшіріп ертетерін болғанлар. Шуның үшін біз мен туғанда Мәлбағыш ауылында қарайын, туған әтейім Мәлбағыштан менің Ақтөбеге көшіп келген. 1 яш онда әтейім шунда оқытты. Аннан соң Ақтөбе ауылында біз анда қайтқаш оқытты соғышқа қадар. Аннан соң Нәдір ауылында, Әлмет районының. Нәдір ауылынан соғышқа кетті. Тіллерге менің шектір сәлет бегайбат келіп шықты. 8-ші классқа қадар. Мектепте етем әлі мен 4 классын Ақтөбеде өзімнің ауылда. 5-ші, 6-ші, 7-ші Мәлбағыш ауылына 8 шақырамға еріп оқыдым. Міне менің тұрмыш иптәшім Рәзина білен. Біз аны білен бір классташылар, 1-ші класстан Ақтөбе ауылына. Бүгілмеде 3-ші татар мектебінде татар тілін оқытушы қазірде сәнәлі Рахима Пасафиулина. Бик кішілі оқыттылар татар тіліні. Рәсми етіп түгіл. Шариф Нигмати оңа қадар оқытқан соғыш инвалиді бір қолсыз. Қой вақыт дәрістен біздің сынға қалдырып, міне оқытып китап тыйылған деп айтып тұрмышы. Қissa Юсуфны да оқиды. Мәктеп дәріслерінде yok еді бет. Қой бір бұрынғы шағирлерін оқып көрсетеді ішік мен қырағын. Қатерден оқиды ол китабын көрсетміші. Ол айтмедір еді, міне бұлар тыйылған, міне бұлар ярамы деп. Олар нинделерде болғандыр, міне шоңа да барып жетейді. Міне біздің телевизин ішік мотор яңғыры деп, үстеме дәріс формасында. Шондай қой бір хекейлер оқидыр, кімлерінікі болғандыр. Қissa Юсуфны мен таныдым сыңнан оқи башлағаш. Оқытушыларға рахметлі мен. 8-9-10-нан Бүгілмеде татар мектебінде. Татар мектебінде оқыдым. Бір қимада көрдім білдіру. Продолжается набор военный училище деген. Міне шонда мен кеттім харби. Шол білдірін көрдім де башына көтеріп, ауыл военкомат деген бина екен, шоның қимасында екен оны білдіріп. Кірдім, онда бір офицер отыра. Мен аңыр званисін да білмей, yıldızлары көп. Барып жеткешкен армияның капитан екенін аңладым. Айтам, дяденька, запишите военное училище. Какое ты хочешь училище? Не знаю. Санап көрсете өзім есімді. Ульяновский связи хочешь? Менің кинода қараған бар еді, связитегі катушкалар істіріп бері. Әлі как-то не романтично. Жоқ, мен там зана бармын. Саратовский танковый хочешь? Запишите дедім. Жди повестку деділер де шығарып жіберділер. Міне шол менің хәрби қызметіне yazмышны сайлау. Бәлки 1 минутта вақыт болмағандыр. Міне көрдім білдіруіне кіріп кеттім. Yazылды. Міне шоның білен армияда 34 ел бұталып бердім. Көплер айта, саясатқа мен қатнашмын, онда менің ішім жоқ. Міне бұл бик ялған фикір. Саясатқа сен қатнашмыша болдыра алмайсың тілесеңді. Мен саясат білен қызықсынмайым деген сөз өзі саясат. Бик қорқыныш саясат. Меңа керек түгіл саясат дегеш, демек сен саясатның бір қорқыныш юнелішінде барасың. Татар халқы бітмейшік. Бітәсі халықлардан алданырақ бітмейшік.
барыбыз бітсек те. Бірінші бітулерден біз болмамыз. Дүния бітсе де біз соңғыларынан боларбыз деп ышанам. Дүния біткенде де татар соңғы бітушілерінің бірсі болып қалар деп. Тіліміз де бітмес. Бітіре алмаслар бізні. Бітірушілерден олдарақ бітмебіз. Бітірге тұрушылардан олдарақ бітмебіз. Міне шумсына мен ышанам. Неше етіп көресіз олайса келешекте? 20 елдан соң Татарстан неше? Нешенші ел бұл әлі? 36-шы ел? 2036. Бәлки Татарстанның шегі кеңейір. Бәлки аның исімі де башқа түрлі болыр. Бәлки Татар Башқұрт Республикасының бір ортақ исім табарлар. Бәлки бір Идил Республикасы барлыққа келер. Республика бұл нешектір бір Идил дәулеті. Келешегі біз үмітлі болсын үшін. Біз бұлдырабыз ма, бұлдырмайбыз ма? Россия халықларында бірінші орынға шығу турында күресерге тиіш. Ахляк бойынша бірінші орында. Татарстанда бірнендей ватық семьялар болмасын, бір алкаш болмасын, бір қарақ болмасын. Идеал, аңа бары жетмейбі, шыны қойық. Шуларының азшылығы бойынша біз бірінші орында болырға тиіш. Юғары білім бойынша біз бүтін халықлар арасында Россияда бірінші орын үшін күресерге тиіш. Культурабыз башқа халықларынан кем яңғырамасын дүнияда біздің культура. Татар тілі башқа халықлардың тілінен кем яңғырамасын біздің Россия халықларының тіліне қарағанда. Міне шундай мақсатларны қойсақ, біз аның нендей дәрежесіне ерішсек те біздің үміт күшейшек.